Егер сіз роботтық техникадан сабақ жоспарын іздеп жүрсеңіз, онда сізге STEM онлайн кесет платформасы қажет болады. Сәлем достар, мен Қуаныш Алабаев, IT онлайн лагерінің қатысушымын. Бүгін сіздерге STEM онлайн кесет порталы жөнінде айтпақшымын. STEM онлайн кесет платформасы таңдаулы шетел мамандық бойынша әртүрлі онлайн курстарды ұсынады. Атап айтатын болсақ, роботтық техника элементарий, роботтық техника junior, роботтық техника senior, және олимпиада бағдарламалау, және мобильді қосымша жасау, 3D модельдеуді үйрену, және Unity ойын бағдарламасын құру, және IT бизнес жөнінде курстар бар. Мен өзім роботтық техникадан сабақ беретін болғасын, роботтық техника Arduino курсымен танысып шықтым. Бұл жерде 17 сабақ берілген. Әр сабақтың ұзақтығы 40 минут. Жалпы осындай сіз курстарға ие болу үшін алдымен сіз сайтқа тіркелесіз. Тіркелгеннен кейін сізге логин мен пароль беріледі. Сол арқылы өзіңіздің жеке кабинетіңізге өтесіз. Сонымен қатар сіз өзіңіздің оқушыларыңызды осы платформаға тіркеп, оларға өздері қалаған курстарға рұқсат берсеңіз болады. Мен өзім роботтық техника Arduino курсында 3-ші сабақты жарықты басқару бойынша сабақты үй жағдайында жасап көрдім. Бұл бөлімге өткеннен кейін сіз сабағыңызда керекті қолданылатын мәліметтердің барлығы берілген. Және айта кететін жағдай, бұл жердегі ақпараттардың ешқайсысын сіз көшіріп, басқа жерге қолдана алмайсыз. Скетч кодтарды соның өзін қарап отырып, өзіңіздің қолыңызбен C++ бағдарламасында жазуыңыз керек болады. Бұл жерде сабақта жоспары барлығы берілген. Әр қай жерде не айтуыңыз керек, қанша мәліметтер барлығы көрсетілген. Сіздің жұмысыңыз тек осының бәрін орынды, ұқыпты қолдану. Бүгінгі біздің сабақта керекті компоненттер, олар бізде Arduino платасы және макеттік плата, және светодиод, 220 ohmдық фоторезистор. Осы берілген схема бойынша Arduino'ны жалғаған болатынмын, және мына скетч бағдарламаны C++ бағдарламасына жазып дайындап қойдым. Бұл тапсырманың ерекшелігі, егер сіз бәрін ұқыпты орындасаңыз, бұл жердегі тапсырманың негізгі мақсаты светодиод жай жанып өшіру керек. Яғни осындай қарапайым тапсырманы орындау арқылы сіз Arduino'ны меңгересіз, сабақтармен танысасыз. Осы тапсырманы тезірек орындап болған жағдайда келесі екінші тапсырма көрсетілген. Құрметті достар, осы платформаны жасаушы азаматтарға және білім басқармасының азаматтарына алғысымыз шексіз. Осындай платформалар көбейе берсін. Жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Назарларыңызға рахмет.